Білім күні әр мектеп оқушысы үшін ерекше күн, әсіресе бірінші сынып оқушылары үшін айрықша мереке. Биыл ұлттық өркендеу мектеп кешенінің табалдырығын 150 бірінші сынып оқушысы аттады. Бұл айтулы күнмен барша оқушыларды қала әкімі Марат Тасмағамбетов құттықтады. Құрметті оқушылар, ата-аналар мен ұстаздар, сіздерді білім күнмен және жаңа оқу жылының бастауымен шын жүректен құттықтаймын. Тәрбиенің барлығы білімнен басталады деген сөз бар. Ол ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Сондықтан бүгінгі күн тек оқушылар үшін ғана емес, барша адамзат баласы үшін маңызды. Білім адамға өз өмір жолын таңдауда сенімділік, жеңістерге жету мен өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қымбатты оқушылар, біздің елімізде елеулі мерекелер көп. Бүгін әрбір қазақстандық үшін осындай күндердің бірі білім күні. Біздің білім шаңырағы бүгін барлық балаларды қуанышпен қарсы алып отыр. Мектеп табалдырығын енді аттаған оқушылар үшін «Менің отаным Қазақстан» атты интерактивтік сабақ өткізілді. Сондай-ақ әр оқушыға елбасы атынан «Менің отаным Қазақстан» атты кітап сыйға берілді. Кітапта мемлекеттік рәміздер мен мәңгілік ел ұлттық идеясы жайында айтылады. Мне здесь в школе радостно, у меня очень дружный класс. Я буду получать пятерки, будет все хорошо. На линейке я рада, что пришла. Мы запускали воздушные шары. Я буду отличницей, буду хорошо учиться. Я сегодня очень рад, что стала первый класс. У нас очень красивый класс. Я очень хорошо буду учиться и получать оценки. Бұл күн ата-ана қауым үшін де айрықша. Алғашқы қоңырау мерекесіне жиналған олар толғаныстарын жасырмады. Әсіресе балаларын бірінші сыныпқа әкелген ата-аналар ерекше қуанышты. Бүгін біздің немереміз бірінші класқа барып отыр. Бұл өте қуаныш. Міне бүгін біздің президентіміз балаларға мынандай кітап сыйлады. Біз бұл сыйлық үшін алғысымызды айтамыз елбасына. Осы кітапты рухани білім алады деп балаларды сенеміз. Жалпы биыл еліміз бойынша 336 мың оқушы бірінші сыныпқа аттанады. Ал Петропавл қаласы бойынша бірінші сыныпқа 2800 оқушы барды.